Эбет сайғылы достар, бұл лезетлі емекнің тарифыны да бір кере сейреттік, сейіржілерімізге тақдим еттік. Білеміз ки, шымды енді уянған сейіржілерімізді бар, өлі олса, қайырлы сабалар сізге тілейміз, ве біздің студиямызда Мұсафыр бар. Элбет, адет үзре салы көні біздің милли нешриятымызға көз ташлаймыз ве біздің ең белі газеталарымыздың бірісі ақында лав ерсетеміз. Яғни Яңы Дүния газетасы, достар, жұма күні оның яны саны шықты ве тамам бұл ақта біз шымды лав ерсетежеміз. Біздің студиямызда есе бұл газетаның, яғни Яңы Дүния газетасының муарирі Найле Решетова. Селам алейкум, қош келдіңіз. Қош келдің. Алейкум селям. Қайырлы олсын. Сау олыңыз, сізге де қайырлы олсын. Сау ол. Адет үзіре жұма күні Яңы Дүния газетасының яңы саны шықты. Не ақында мүмкін айтмаған, нелер ақында яңы саны тариф ете? Әбетте жұма күні тамам біздің газетамыз аптада бір кере чыққа ве толысынен Қырым татар тілінде қатырлатмаға істейм. Ве да бір шейіні қатырлатмаға істейм, біздің абуне индексіміз 64-561. Іште әрбір Қырымда яшаған ватандашымызны бұл газетаға yazылмаға чағырамыз. Не үшін сорасаңыз, чүнки әрбір мақале тамам өз манасыны ташый. Бірінші сәйфеге көз атсақ, Аметхан Сұлтанның 100 жылық юбилейіне азырлану ишлері башланды. Білеміз ки 2020 сенесі Аметхан Сұлтанның юбилейі олacak, 100 жылық юбилейі. Ве тамам 2018 сенесінден башлап, Демеке азырлықлар енді башланды. Азырлықлар башланды. Невбеттікі мақале аэропортқа Ресам Айвазовскінің адыны лайық көрділер деген бір мақаленің серлевасы бардыр. Ветамам бұл мақалесінде біздің мұхбиріміз, біздің баш муариріміз Сиран Сулейман өз ноқтайы назарыны білдірді бізге. Іште білеміз ки біздің Ахмеджеттекі аэропортының Айвазовский адына шымды ташы, ве бұның ақында асылында башқа бір адына ташығаны үшін біздің халқымыз çok әрекет еткен еді, амма нәтижелер? Нәтижелер белі, ве тамамында біздің хадимымыз өз ноқтайы назарыны білдіре. Мен білесем, оқымаға мерақлы олacak. Екінші сәйфе? Екінші сәйфе тамамында Қырымның қысқа қаберлері өгрене білеміз, ве бұндан да ғайры муфтият қаберлері да мұнда көріне қысқа мақалелер. Невбеттекі сәйфе... Бұл авта, кечкен авта олып кечкен, ең бөлі әсас қаберлер. Әсас қаберлер, Қырымда не олып кечкен, ве әлбетте муфтиятнен бағлы қаберлеріні да өгренмеге керекміз, шының үшін тамам Қырымлы мұсылман мақбуслерінің Қырымда қалдырылмасы теклиф етілді деген мақале шықты. Невбеттекі сәйфеде біз бір мақалені көре білеміз. Бұл мақалені біздің милли иштиракчымыз, милли әрекетіміздің иштиракчысы Певадзети yazған еді, фаджия үстіне фаджия көрген айле. Бұл мақаледе Қарасу базарда шымды яшаған Билал Ильясның аят yolu ақында тариф етілі. Сүргінлік вақытта не қадар зорлықларыны чеккен бір инсандыр ве оның қорантасында насыл бір қиынлықлар рас кетірген. Іште тамамында біз бұны оқия білеміз ве керчектенде бөлі тоқыныжы бір икеедір. Мақале емде икее айтмаға мүмкін. Бек мерақлы. Evet. Omur kesişmelerinde. Bu sayfada ise biz tamam şimdi aktual olan mevzusunu Ervin Ağabekirov açıklay. Ana babamdan yardım soramağa tilim barmaz. Bu makalede hem resimden biz görebiliriz ki mına kelin ve kaynana arasında münasebetler hakkında tarif ettiler. Hem de vakit aktual mevzu demek. Hem de eski zamanlarda hem de şimdi. Ve mına görüyoruz ki hem de Kiyev ve kelin arasında korantalar biraz cenkleşe değildi ama biraz böyle tartışmalar ola ve şimdi nasıl bir problemlerle yaşlarımız rast geliyor. Yani mına evlengenden son mına
қайда яшамаға мәселесі, яғни евін кираламаға мы яда өз евіні құрмаға әлбетте қиын ола, яғни насыл бір қиынлықлар ве мұнасибетлер бардыр. Мерақлы бір икәйе, керчектен де бір манасына андады. Базы вақытлары күлкүнчлі мен белесем. Эм күлкүнчлі, эм де мен белесем, шымды вақытларда әркез үшін яқын. Чүнки раз келеміз сық бұл икәйенен. Иште муим бір мақале «Истер күл, истер ағлай» деген бір китап белі бір язычының Аблезис Велинің қалемінден шыққан бір ләтифе жиынтығы. Яғни, тамам, бұл китапта бір чоқ ләтифелер топланды. Китапның серлевасы іште «Истер күл, истер ағла». Тамам, серлевасындан біз аңлаймыз ки... Неджеге бір сечім берілей. Істесен күл, оқып, істесен ағла. Әмде күлмеге мүмкін бөлі біраз. Әмде шақалы, әмде мен белесем. Әмде анда әлбетте оле мевзулар ачықлана ки, базы вақытлары отырып тұшынып, соңра есе инсан белгіде ағылапта башлайжақ. Чүнки керчектен де біріншіден бақсан күлкүнчлі бір вақалар, күлкүнчлі алар, ама тұшыны бақсан. Сон тұшысен әпет біраз бөлі жидді келе. Невбеттеки мақале Бахчисарай музейінің фондларында Русия мұсылманларының бала нешірлері ақында Сельвина Сейтмеметова Гаспринский музейінің ilmi хадимы yazған еді бұл мақалені. Иште тамам балачықлар жиынтығы, балачықлар мejmuасы ескиден Алемі Субьян серлевасы ташы. Арабчадан Алемі Субьян балалар дүниясы тәржіме етіле. Ве иште тамам бұл музейінде бұл мejmuаны да көре білеміз. Ве бұның ақында бір мақале yazылды. Невбеттеки sayfa. Devam etemiz evet. Ziya istegen kalplerge melgem. Yazıcı, şair, publitsist Zakir Kurtnezir doğanın 85 yıllığına. Bu makaleni Ayşe Hoca Kokiyeva yazgan edi, belli bir şairi. Çok yıl devamında bizim gazetamızda çalışkan edi. Yani bilemiz ki evvelden Lenin bayrağı adını taşıgan edi bizim gazetamız. Şimdi de yakından Kenne'de çalışmaya başlandı ve neni aytmağa isteyim. Ayşe Hoca tamam Zakir Kurtnezir'nin yakınca tanışadı. Onun beraber çalıştı. Onun hayatı ve icadi yolu hakkında tarif etti. Yani böyle canlı bir şahit aytmağa da mümkün. Böyle men belesem emde yakın çalışması için gerçekten de onun yakın bile, yaxşı bile ve böyle bir yazıcı, şair ve publitsist Zakir Kurtnezir hakkında biz de bilmeye gerekmiz. Ne için böyle deyimiz rubrikası? Daimi rubrika. Daimi rubrika. Ervin Ağa Bekirov bu rubrikanı çıkara. Nasıl ibareler anda bugün var? Birkaç tanesini örnek olarak getirebilirsin mi? Ölmez canım sağ kalsa bir ibare vardır. Son ne semiz, ne de temiz, ne için böyle aytamız? İşte bu ibarelerinin kıskadan tarifi. Ne için böyle aytamız? Bunu tamamında siz okuyabilirsiniz. Halk arasında gezgen ibareler ve kaydan onların tarihini de bu makalede anlamağa da mümkün. Ve bizim Millet telekanalımızın teleprogramması tamam bu sayfadaydı. Ve sonki sayfası. Sonki sayfasında biz bayramlarga bağışlangan bir makaleni yazgan edik. Tamam men onu yazgan edim. Dekabr 8 günü Halkara Ressamlar Günü var edi, kaydetilgen edi. Ve men meşhur bir ressam Kırım'nın sakinleri onu herkes bile, men belesem Mustafa Murtazaev hakkında yazgan edim. İşte tamam mında bir siz için bir sürpriz olacak, bir hediye olacak. Bu makalenin hakkında böyle bilesiniz mi? Makale değil de bir hikaye oldu. Bir men belesem men özüm yazganda duygulandım ve bana aytkanlar edi. Gerçekten de böyle okuganda bir cümle var ki böyle gerçekten tesir olasın.
Белесем bu makaleге bizda qaytajamiz. Da neler var sonki sayfasında şimdi buna da böyle kıskadan koz taşlayık. Ибраим Пашаның 100 yılығына бағышланған төгерек маса өткерілді. Иште декабрь 4-сінде Қырым Mühendislik Pedagogika Университетте анда аслында бір чоқ конференциялар кечірілі. Тамам біздің мұхберлерімізні дәвет етелер бір конференцияға. Иште тамам Ибраим Пашаның 100 yılығына төгерек маса, яғни бір конференция шеклінде бір мерасим өткерілді. Мына бойле Яңа Dünya газетасының яңа саны çok sağ olun ile bizge bu hafta tarif etkenin için. Dostlar, elbette bu gazetaya, yani Яңа Dünya gazetasına mutlaka abone olmak gerektir. Mına көргенimiz gibi sonki sаны da pek meraklı ve anda olgan makalelerini, hikayelerini mutlaka okumak gerek. Evet, aynen öyle sayılı dostlar ve bundan da gayrı bir makale dikkatimizni ayrıca çekti. Bu makale hakkında ve Naile Hanım айтқан sürpriz hakkında şimdi biraz vakit geçken son айтacağımız. Söz sırası bu sürprizini siz ise birkaç dakikadan özünüz göreceksiniz. Bunun için keliniz nebeteki kısmımızga geçemiz, nebeteki rubrikanı seyretemiz. Ondan son gene de bu studiyaga kaytacağımız. Subetimizne devam edeceğimiz. Karadeniz yalısından Tatarlanın vedanı var. Karadeniz yalısından Tatarlanın vedanı var. Salkın sulu çeşmeler var. Bizim taraf, bizim taraf. Salkın sulu çeşmeler var. Bizim taraf, bizim taraf. Balalıktan sevdim seni, doğan yerim güneş etsin. Balalıktan sevdim seni, doğan yerim güneş etsin. Umurumdan hiç unutmam, bizim taraf, bizim taraf. Umurumdan hiç unutmam, bizim taraf, bizim taraf. Böyle hava, nerede vardır böyle hava, nerede vardır böyle hava, nerede vardır böyle hava, böyle hava, böyle hava, bizim taraf, bizim taraf. Böyle hava, böyle yuva, bizim taraf, bizim taraf.
достар, бізім студиямызда Мустафа Бей Муртазаев, ерджі ве айны вақытта ресам. Ве тамама бұл инсан үшін мұна Яңы Дүния газетасында Найле ханымның мақалесі тамам бұл инсанға ве оның иджадына бағышланған. Селам алейкум, қош келдіңіз студиямызға. Кейфіңіз насыл? Güzel и вашин. Сағыңыз бөлі ерні ижра еткеніңіз үшін. Ве Найле, сен Мустафа ағаның кейсінден бөлі илхамландың ки атты мақале язмаға істедің. Не үшін Мустафа аға ақында бөлі мақалені яздың? Білесіңіз мұ, 8 декабрь күні халқара ресамлар күні қайды тілеве. Әлбетте Мустафаға әмде ресам, әмде ерже оларақ өзіні тақдим ете. Ве керчектен де бір икайны сізге қысқадан айтмаға істейім. Мен тамам мұны да өз мақалемде язған едім. Бір вақытлары бізді университеттен бір санаторияға еберділер. Ве тамаманда бөліда чоқ башқа милет векерлері бар еді. Ве анда Алуштанын дениз кенарында кезгенде мен бір ерні ешіткен едім. Гүзел Қырым тамам Мустафа Бейнің ижрасында. Ве керчектен де бөлі дойғуландым ки біздің ана тілімізде ижра етілген бір ердір. Ве бөлі кейфім көтерілді. Ве тамам мұна мақалені язмаға түшінгенде. Ве іште бұл сефер Мустафа Бей үшін язмаға істедім. Она да тешекүрлеріні білдірмеге бөлі бір шекілде істедім. Мен білсем бұл нафледегіл, чүнки Алуштадан ескен еллер, яғни Гүзел Қырым адлы ерінен біз біргеніміз. Ер ilk сефер Алуштада язылған еді, оның муэлифі оны Алуштаның манзарасынан бөлі илхамланып язған еді. Ве, Мустафа Бей, в первую очередь хотели бы узнать, кем вы себя больше позиционируете, художником или же певцом? Сложный вопрос. Ну, как бы я дополняю живопись с музыкой, она мне помогает, вдохновляет, вот этим я и живу. То есть талантливый человек, талантлив во всем. Музыкой занимался с детства, да, родители музыканты, отец, вот, на свадьбах пели, так и приучил меня петь. Насколько мы знаем, и в художественную школу вы также ходили, да? Да, ходил в художественную школу, закончил Самокиша, учился Кольчугина, также аспирантуру закончил в Киеве. Вот. Преподаватели были прекрасными людьми и есть. Вот у нас здесь некоторые ваши картины хотели бы показать нашим зрителям. Как давно были написаны эти картины? В Киеве они были написаны. Здесь мы видим Это цветок. Очень интересно. Найле, сенің яныңда да гүзел бір ресім бар, оны да мен белесем якынжа сержілерімізге көрсетмеге керек. Что вдохновило вас на написание этой картины? Что вдохновило? Да, захотелось написать, написала, подсолнухи. А можно ли отнести ваши работы как к какому-то определенному жанру в живописи? Вы придерживаетесь каких-то там стилистических правил, либо же просто рисуете? Это как пастузная техника, я мастерхином работаю. Работа издалека смотрится. Вот. Более гладкая это в рамках, это вон то в рамке. Вот я их оформляю. Вот. Я пою на улице, зарабатываю немножко, оформляю их. Ну, так бы дополняется все. Вот что касается песен, да, на сегодняшний день все жители Симферополя могут вдохновиться вашей музыкой, услышать, как вы поете. Вы поете только на улице или в каких-то заведениях тоже? Нет, если приглашают, я пою в заведениях. Вот, в доме престарелых пел недавно, до полгода. Вот. Людям понравилось. Я там не один был, танцевальная группа. Вот, ребята все хорошие. Какая публика вам нравится больше? Уличная публика или же вот, в заведениях, ресторанная или клубная? Это тоже такой очень интересный вопрос. Но уличная публика, она как бы более там свободно чувствую. А да мне, в принципе-то и разницы нету.
А бывает ли такое, что к вам подходит человек и просит исполнить какие-то песни конкретные? Да, конечно. И что чаще всего заказывают? Татарские. Крымско-татарские. Крымско-татарские. И какие вы песни исполняете? Я исполняю татарские, крымско-татарские, турецкие знаю немножко, украинские исполняю и на русском. Вот вы сказали, что в принципе для вас нет разницы, какая публика, но мне кажется, все-таки на улице это более приятно, потому что когда в заведении, то есть люди туда уже пришли, и да, и они слушают музыку, но когда на улице вы поете, и просто проходящий мимо человек останавливается, чтобы послушать вас, мне кажется, это чувство непередаваемо. Потому что вот я была свидетелем, что просто проходящие мимо люди, они останавливались, чтобы послушать, и действительно возле вас такие толпы людей собираются. Да, кто проходит, кто слушает, люди разные бывают, кому нравится, кому нет. Вот. Но этим я показываю, что жизнь на самом деле она прекрасная, и как бы нужно нести какой-то нюанс в этой жизни. Что-то полезное делать, не просто сидеть дома. Хотелось бы отметить, что Мустафа Ага, он обладатель голоса 3,5 октавы. Действительно талантлив человек, талантлив во всем. И важно нести прекрасное в себе. Дарить людям прекрасное. Это действительно вот для чего, вот, каждый человек для чего-то родился, да? И вот у каждого есть своя роль в жизни. И действительно нужно выполнить эту роль. Без этого никак. Я думаю, тогда человек будет счастлив на самом деле. Конечно. И мне кажется, очень важно в каждом дне находить положительные черты. И насколько бы, не знаю, не удался этот день, вот люди жалуются на плохую погоду, еще на какие-то нюансы, но мне кажется, в любой ситуации можно найти положительные стороны, и нужно уметь вдохновляться этими плюсами. Ну да, конечно, это обязательно. Ну, мне художникам не любая погода нравится. Находишь что-то определенное. Вот. Одушевленные предметы, неодушевленные предметы. Это как-то вот внутри играет какая-то особая своя музыка. И ты творишь. В ближайшее время я сейчас планирую сделать выставку в Союзе художников. Вот для этого я работаю. Работы у меня много. Привез совсем немножко работы. Вот. Порадовать вас. Как можно приобрести ваши картины? Только на выставке? Можно Мы на знаем, выставке, можно в контакт зайти ко мне. Мы знаем, что некоторые ваши картины, они дополняют коллекции любителей искусств из-за границы. Это из Великобритании, из Америки. Это правда? Куба, Германия, да. Ну вот здесь делаешь выставку, знакомишься с разными художниками. Обмен такой идет. Вот кто покупает. Вот сейчас я в данный момент пока не продаю работы. Я их для выставки готовлю, чтобы сделать там концерт. То есть Тоже планируется небольшой. выставка? Ну, да. А когда приблизительно мы увидим уже выставку? Вот или в августе, или же осенью, где-то в октябре. Но это надо еще уточнить. Вот. Çok sağ olun. Çok sağ olun, что пришли, но, к сожалению, наше время ограничено. И ваши пожелания телезрителям нашим? Смотреть всегда вперед, быть сильным, вот, любить каждый момент, гордиться своими предками. В общем, держать руки кверху. Вот. Синене Бархачсос. Главное, что я хочу сказать, вот Мустафа Ага продает свои картины, самое ценное для него это картина его мамы. Так называется моя статья «Мен üçün en kıymetli resim anamның resimi». И я думаю, что каждому человеку нужно действительно заниматься своим делом, и вот тогда мир будет полон счастья и добра. Я желаю всем добра. Çok sağ olunuz келгеніңіз үшін. Мы тоже желаем вам успеха, желаем вам хорошо подготовиться к выставке и порадовать нас новыми картинами. Sağ olunuz, хайырлы күнлер. Инанылмаз Ираде Күчінің сайыбы, сайғылы достар, біздің мұсафырымыз Мустафа Ага өмірінің дарбелеріне бақмадан еп оге кете, еп инкишаф ете ве инсанларны аятны sevmege çağıra.
Бұл güzel ноқтада біз яйнымызны девам етеміз. Программамызның аз вақты қалды. Венев бетте хроника рубрикасына сейретеміз.